Ассалаумағалейкум. Осыдан 2 аптадай бұрын бүкіл әлеуметтік желілерде эйфория болды. Бүкіл қазақ елі той тойлап жүрді. Украинаның қарулы күштері Ресейдің Курск облысына басып кірді, біраз жерді басып алды, біраз елді мекендерді басып алды, біраз адамды тұтқындады. Болды, енді Ресейдің күні бітті. Путиннің режимі бүгін ертең құлайды, Украинаның жеңісі жақын деп бүкіл қазақ елі Украинаны құттықтап, бұл жаңалыққа қуанып, кәдімгідей той тойлап жүрді. Енді сол эйфорияның ізі де қалған жоқ. Несіне қуанасыңдар? Істің мән жайын білмей тұрып, несіне қуанасыңдар? Қуанардың алдында бірінші жаңалықты дұрыстап, жан-жақты зерттеп алмайсыздар ма? 2,5 жылда пропагандаға тойған жоқсыздар ма әлі? Мен соңғы күндері бұл тақырыпты жан-жақты зерттедім. Мен біраз саяси сарапшылардың пікірлерін тыңдадым. Әртүрлі елдердің журналистерінің, аналитиктерінің пікірлерін тыңдадым, репортаждарын қарадым. Украинаның, Ресейдің, Еуропаның, Американың, Қытайдың, Үндістанның ең танымал, ең мықты деген аналитиктердің пікірлерін тыңдап шықтым. Бәрі бір ауыздан бұл Курск шабуылына үлкен күдікпен қарайды, және бәрі оны авантюра деп атайды. Ешқайсысы бұл Курск операциясының қандай мәні бар екенін түсінбей отыр. Украинаға ол қандай пайда әкелетінін ешкім түсінбей отыр. Сіздер білесіздер ме, Украина Курскты алу үшін қанша әскерін жоғалтқанын? 4,000-нан астам әскерін жоғалтты, 600-ден астам әскери техникасын жоғалтты. Бірақ сіздер бұл статистиканы еш жерден естімейсіздер. Ешкім оны сіздерге айтпайды, өйткені біздің қазақстандық әлеуметтік желілер түгелдей Украинаның пропагандасына толған. Олар сіздерге шындықты айтпайды. Ресейдің пропагандасы ол бөлек әңгіме. Украинаның пропагандасы тура Ресейдікіндей. Екеуі бір-біріне қарама-қайшы нәрселерді айтады. Бірақ шындықты білу үшін ақпаратты жан-жақты зерттеу керек. Тек пропаганданың ішінен ғана емес, сыртынан да қарау керек. Басқалар не айтып жатыр? Үндістан, Қытай, Америка, Еуропа, олар не айтып жатыр? Тәуелсіз журналистер не айтып жатыр? Солардың бәрін зерттеу керек. Ал сіздер болса, Фейсбукқа кіресіздер де, немесе Украинаның пабликтеріне кіресіздер де, сол жердегі өтірік, тәтті өтірікке той баласыздар да, содан кейін қуанып секіресіздер, той тойлап. Қашан қоясыздар осындай балалықты? Көз ашатын уақыт келді ғой. Украина бұл шабуылдан ештеңе ұтпайды. Оның арты ешқандай жақсылыққа келмейді. Қазір мен сіздерге бәрін түсіндіріп беремін. Ең бірінші бізге бұл шабуылды кім ұйымдастырғанын түсіну керек. Оның артында кім тұр, кім оны ұйымдастырды, не үшін, оның мақсаты қандай және нәтижесі қандай болады. Бұған қатысты әртүрлі пікірлер айтылып жатыр. Кейбіреулер айтады, бұл шабуылды ұйымдастырған ақш дейді. Бірақ ақштың мұнда пайдасы қандай? Мұнда әртүрлі пікірлер бар. Біреулер айтады, ол демократиялық партияға бедел жинау үшін керек. Өйткені биыл қараша айында ақшта президент сайлауы болады, ал демократиялық партияның, бәріңіз білесіздер, қазір беделі өте төмен. Күннен күнге олардың беделі төмен түсіп бара жатыр. Ал республика партиясының және Дональд Трамптың беделі күннен күнге артып жатыр. Сондықтан демократиялық партияға бір өзгеріс қажет. Оларға бір кішігірім жеңіс қажет. Сондықтан олар осындай әскери операция ұйымдастырып отыр деген пікір бар. Тағы да мынандай бір пікір бар. Бұл демократиялық партияның Америка халқының алдында ақталуы. Өйткені 2,5 жылда ақш мемлекеті Украинаға 100 миллиард доллардан астам көмек берді. Әрине, ол көмектің бәрі ол көз бояушылық. Украинаға ол жеңіске жетуге ешқандай көмегін тигізбеді. 2,5 жыл бойы F-16 деп келді, ештеңе бермеді. Бірақ ақша бөлініп жатыр. Ақштың бюджетінен 100 миллиардтан астам доллар ақша бөлінді. Қайда ол ақшаның бәрі? Ол ақшаның бәрі желге ұшты. Өйткені Украина осы 2,5 жылда ешқандай нәтиже көрсете алмады. Енді Америка халқы соны көріп отыр ғой. Олар енді талап етеді ғой. Біздің ақшамыз қайда кетіп жатыр деп. Қазір бүкіл Америка халқы наразы болып отыр. Олар Украинадағы соғысты қаржыландыруға бәрі қарсылық білдіріп жатыр. Сондықтан енді демократиялық партияға халық алдында ақталу үшін осындай кішігірім жеңіс қажет болды деген пікір айтылып жатыр. Бірақ мен өз басым осының бәрін қате деп ойлаймын. Шын мәнінде бұл шабуылға Американың қатысы жоқ деп ойлаймын. Неге? Өйткені Американың, Еуропаның саясаткерлерінің реакциясын қарасаңыздар, соның өзінен ақ білініп тұр. Олар қандай реакция көрсетерін білмей отыр. Бәрі аң-таң болып отыр. Олар үшін бұл күтпеген нәрсе. Еуропаның кейбір елдері тіпті Украинаға қазір наразылықтарын білдіріп жатыр. Біздің қару-жарақты пайдаланып, сендер Ресейдің жеріне басып кірдіңдер. Бізден ақыл сұрамай, бізбен ақылдаспай, бізбен келіспей деп. Германия қазір Украинаға ашуланып, біздің солтүстік газ құбырын, Nord Stream 2 деген құбыр бар еді ғой. Соны осыдан 2 жыл бұрын біреулер жарды. Біреулер айтады, Ресей жарды дейді, біреулер Америка жарды дейді. Енді Германия 2 жыл бойы осыны зерттеп, оны жарған Украина деп Украинаға қазір айып тағып отыр. Осының бәрінен көрсетіп отыр, Еуропа мен ақштың бұл операцияға ешқандай қатысы жоқ екенін көрсетіп отыр. Және тағы бір дәлел, ол Путиннің реакциясы. Путин бұл шабуылды күтпеген еді. Оның түрінен көрініп тұр, қандай реакция көрсетерін білмей отыр да. Бұл шабуылды қалай тоқтататынын білмей отыр. Яғни Путин үшін де бұл күтпеген нәрсе болды. Енді сіздердің айтуларыңызбен Путиннің не қатысы бар деп,
Мен сіздерге айтайын, осы соғыс басталмай тұрып, Путин мен Байден Швейцарияда кездесіп, соғысты жоспарлап қойған. Сол кезде екеуінің арасында келісім болған. Екеуі бір-біріне шарт қойған. Бұл соғыста НАТО Украинаға көмектеседі, бірақ НАТО әскері бұл соғысқа қатыспайды деген шарт болған, және соғыс Ресей территориясына өтпейді деген шарт болған. Енді ақш осы шартты бұзып отыр. Ол мүмкін емес. ақш бұл шартты ешқашан бұзбайды. Өйткені алдын ала солай келісіп қойған. Егер ақш бұл келісімді бұзса, демек олардың сөзінде ешқандай салмақ жоқ. Демек оларға сенуге болмайды деген сөз. Бұл Ресей үшін үлкен бір сыйлық болады да, өйткені Ресей оны ақшқа шантаж жасау үшін пайдаланады. Сондықтан мұнда ақштың ешқандай қатысы жоқ. Енді бұл операцияны кейбіреулер айтады, Украина өзі ұйымдастырды дейді, ешкіммен ақылдаспады, бәрін өздері істеді дейді. Бірақ Украинаның мұнда көздеген мақсаты қандай? Зеленскийдің айтуынша, олар қазір Ресеймен келісім сөз жүргізудің алдында тиімді позицияда болу керек. Өйткені қазір соғыс аяқталуға жақын, Ресей мен Украина келісім сөз жүргізуге дайын. Енді сол келісім сөз кезінде Украинаға Ресеймен саудаласу керек. Оларға жер айырбастау керек, тұтқын айырбастау керек. Сондықтан Украинаға осындай кішігірім жеңіс қажет болды. Ресейдің бір жерін басып алу керек болды және адамдар тұтқындау керек болды. Бірақ қазіргі сарапшылардың бәрінің айтуынша, Украинаның басып алған жерінің ешқандай құны жоқ. Және Ресейдің аумағында, Ресейдің көлемінде ол өте кішкентай жер. Небәрі 1200 шаршы шақырым. Ол кішкентай жер. Ол жердің Украинадағы басып алған жерлерге салыстырғанда ешқандай құны жоқ. Ол жерде Суджа қаласында газ станциясы бар дейді. Бірақ ол станцияның да Украина үшін ешқандай құны жоқ. Украина ол станцияны басып алғанмен оны өз пайдасына жарата алмайды. Ол станция арқылы Ресейдің газы Еуропаға кетіп жатыр. Егер Украина газды тоқтатса, керісінше Еуропа Украинаға наразы болады. Сондықтан Украина үшін ол ешқандай пайдасын тигізбейді. Енді одан басқа ол жерде атом электростанциясы бар дейді, бірақ біріншіден Украина ол станцияны басып алған жоқ, екіншіден ол станция өте жақсы қорғалған. Украина оны басып алғанның өзінде олар оны өз пайдасына жарата алмайды. Егер олар атом электростанциясын жарып, сондай бір шантаж жасаймыз десе, онда бүкіл әлемнің алдында олар қара бет болады. Сондықтан Украина ондай нәрсеге бармайды. Олай болса, мұнда Украинаның есебі қандай? Тағы да бір мынандай есеп болуы мүмкін. Ресей сол жерлерді қайтарып алу үшін әскердің бір бөлігін Украинадан шегіндіріп, сол жерге қарай бағыттайды. Сол кезде Украина өзінің жерін қайтарып алуға оларда мүмкіндік туады деп. Өйткені Ресейдің бір әскердің бір бөлігі кетіп қалады, содан кейін ол жерді Украина басып алады деген сондай бір жоспар болуы мүмкін. Бірақ ол жоспар жүзеге аспай отыр. Неге? Өйткені Ресей бұл маневрға алданған жоқ. Ресей әскерін кері шегіндірмек түгіл, керісінше одан ары қарай ілгері басып, Украинадағы жаңа жерлерді жаулап алып жатыр. Және өте жылдам ілгері басып отыр. Олар қазір Покровсты алуға дайын. Покровстың түбіне келіп жетті. Нью-Йорк қаласын басып алды. Басқа да кішігірім қалаларды қазір алып жатыр. Керісінше Украина өз жерін қазір қорғай алмай отыр. Енді соған қарамастан әскердің бір бөлігін олар Ресейге жіберіп отыр. Ал енді сол Ресейдегі басып алған жерлерді қорғап қалу үшін оларға одан да көп ресурстар қажет. Қазір бәріміз естіп жатырмыз, Украина сол басып алған жерлерде қорғаныс бекіністерін орнатып жатыр. Енді сол жерлерді қорғап қалу үшін одан да көп ресурс қажет. Қару-жарақ қажет, әскери техника және ең бастысы адам ресурстары. Ал адам ресурстары қазір Украинада өте тапшы. Қазір мобилизация өте қиын жүріп жатыр. Жастардың соғысқа барғысы келмейді. Өткен 2,5 жылда халық әбден шаршаған, соғыстың ешқандай нәтижесі жоқ екенін көріп, оларда соғысатын ешқандай ынта қалмады. Военкоматтар қазір көшеде жастарды ұстап, аулап, оларды қолдарын қайырып соғысқа айдап жатыр. Қазір Украинада соғысатын адам жетіспейді. Сондықтан қазір осындай адам ресурстары тапшы болған кезде әскердің бір бөлігін Ресейге жіберу ол өте күмәнді іс-шара. Және мен мынандай тағы бір пікір естідім. Зеленский қазір Украинадағы жерді қайтарып алмайтынын біліп отыр. Өйткені оған сөйтіп айтты. Оған Ресей, Қытай, Үндістан, басқа да елдер қысым көрсетіп, оған шарт қойды. Сен Украинадағы жерлерді қайтармайсың деп. Ол енді соны біліп отыр да, егер мен ол жерлерді қайтармасам, не үшін мен ол жерге әскер орналастырамын деп, әскердің бір бөлігін Ресейге жіберді деген сондай пікір бар. Ал енді кейбір сарапшылардың айтуынша, бұл шабуылды ұйымдастырған Ұлыбритания. Ал Ұлыбританияның мұнда қандай пайдасы бар? Ұлыбританияның мұнда көздеген пайдасы ол жаңағыдай Ресейдің әскерінің бір бөлігін шегіндіріп, Украинаның жерлерін босату, сөйтіп Қара теңіздегі порттарды өз бақылауына алу. Өйткені Ұлыбритания ол мұхит державасы. Ол ғасырлар бойы бүкіл мұхиттағы логистикалық жолдарды қадағалап отырған, содан пайда тауып отырған. Енді Қара теңіз Ресейдің бақылауына өтіп отыр. Ұлыбритания сол жерлерді өзіне қайтарғысы келеді. Өйткені Қара теңіз өте маңызды логистикалық коридор. Ол жерде газ тасымалы жүреді, мұнай тасымалы жүреді және ең бастысы азық-түлік тасымалы жүреді. Әлемнің азық-түлігінің жартысы Қара теңіз арқылы өтеді. Таяу шығысқа кетеді, Азияға, Африкаға, Батыс Еуропаға, Америкаға кетеді. Соның бәрін Ұлыбритания өзі қадағалағысы келеді. Сондықтан осындай шабуыл ұйымдастырып отыр деген пікір бар.
Және тағы да бір Ұлыбританияның мұнда көздеген мақсаты келісім сөзді кейінге шегіндіру, соғысты ары қарай жалғастыру. Неге? Өйткені ол ағылшындар. Ағылшындар жүрген жерде екі елді бір-біріне шағыстырады, жүрген жерде арандату жасайды, жүрген жерде соғыс ұйымдастырады. Ағылшындардың бүкіл саясаты сондай. Осыдан 2 жыл бұрын 2022 жылдың көктемінде Ресей мен Украина келісім сөзге дайын болған. Соғыс тығырыққа тірелген кезде бүкіл әлем оларға қысым көрсеткен, соғысты тоқтатыңдар деп. Сонда Ресей мен Украина келісім сөздің бірнеше кезеңнен өтіп, содан кейін Стамбулда саммит өткізіп, сол жерде соғысты тоқтатуға дайын болған. Бірақ Борис Джонсон Киевке келіп, Зеленскийдің құлағына сыбырлап, Ресей халықаралық заңдарды бұзып отыр, Ресей террорист мемлекет, онымен ешқандай келісім сөз жүргізуге болмайды, соғысты жалғастыру керек деп, біз сендерге көмек көрсетеміз деп, сөйтіп соғысты ары қарай жалғастыруға себепкер болды. Содан кейін Украина келісім сөзден бас тартты. Қазір ағылшындар тағы да сондай әрекетке барып отыр. Сонда Ұлыбритания соғыстың ары қарай жалғасуынан қандай пайда табады? Ол жағын енді мен анық айта алмаймын. Мүмкін олар қару-жарақ сатып пайда табатын шығар, мүмкін Украинаға кредит беріп пайда табатын шығар. Бірақ Ұлыбританияның саясаты сондай екен, ол бұрыннан белгілі. Енді бұл шабуыл немен аяқталады? Қазірдің өзінде көріп отырмыз. Ресей Украинадан кек алып отыр. Қазір Ресей Украинаның қалаларына өте жойқын соққы беріп жатыр. Ресей Украинаның қалаларын атқылап жатыр, және ең бастысы энергетикалық инфрақұрылымдарды қазір қиратып жатыр. Енді Украинаға күзде және қыста өте қиын болады. Сөйтіп, керісінше қазір Ресей жеңіске одан бетер жақындап жатыр. Және Курск бағытында да қазір Ресей өте жойқын соққы беріп жатыр. Кейбір деректерге қарағанда бір күнде Ресей әскері Украинаның 400 сарбазын өлтірген. Сіздер бұл ақпаратты әлеуметтік желілерде естімейсіздер. Өйткені, қайталап айтам, Украинаның пабликтері, Қазақстанның әлеуметтік желілері түгелдей пропаганда. Ол жерде шындықты сіздерге ешкім айтпайды. Украина қазір Курскты әрең дегенде ұстап отыр. Ал егер ары қарай олар сол жерді сақтап қалғысы келсе, онда оның арты немен аяқталатынын білесіздер ме? Ресей тактикалық ядролық қару қолдану мүмкін деген пікір айтылып жатыр. Мен өз басым Ресейдің ядролық қару қолданғанына онша сенбеймін. Өйткені бұл өте жауапты іс. Ондай қадамды тек есі дұрыс емес адам ғана істейді. Ал Путин өте ақылды, өте айлакер саясаткер. Ол ондай қадамға барудың алдында 100 рет ойланады. Сондықтан бұл өте күмәнді сценарий, бірақ ондай пікір қазір айтылып жатыр. Енді Ресей егер ядролық қаруды өз территориясында қолданса, ол агрессор болмайды. Егер ол Украинаға бомба тастаса, онда ол агрессор болады. Ал қазір Ресей өз жерін қорғап отыр. Яғни қазір Украина керісінше агрессор болып отыр. Ал Ресей өз жерін қорғап жатыр. Бұл Ресей үшін ұлт азаттық соғыс. Көрдіңіздер, Ресей үшін бұл жағдай керісінше тиімді болып отыр. Енді қазір Украина Курск облысында қорғаныс бекіністерін орнатып жатыр. Демек, Ресейге бұл жерді қайтару қазір қиынға соғады. Қазір Ресей әскері Украинаға өте жойқын соққы беру керек. Өте қарқынды шабуыл ұйымдастыру керек. Ал ондай шабуыл кезінде шығын өте үлкен болады. Енді Ресей не істейді? Мұндағы ең біз үшін жағымсыз, ең сондай бір қауіпті сценарий ол Ресейдің ОДКБ-дан көмек сұрау. Және ондай сценарийдің болуы әбден мүмкін. Бәріңіз естіп жатсыздар, қазір Беларусь президенті Лукашенко соны айтып қалды. ОДКБ-дан көмек сұрау керек деді. Біз қаңтарда қазақтарды құтқардық, енді қазақтар бізге көмектессін деп айтып жатыр. Мы не начинаем юлить, как некоторые наши постсоветские государства, от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать. Это так дело не пойдет. Давайте будем вместе. Егер Құдай сақтасын, ертең Ресей ОДКБ-дан көмек сұраса, Ресейден бұйрық келсе, онда біздің қазақ жастарымыз сол жерге Украинаның әскеріне қарсы соғысуға аттанады. Ресейден бұйрық келсе, біздің полиция қаланың көшелерінде жүріп, біздің жас жігіттерімізді күшпен ұстап алып, кім қарсылық білдірсе, оларды шоқпармен ұрып, электрошокермен ұрып, қолдарын кісендеп Ресейге айдап апарады. Ал Ресей әскері бізді ең алғы шепке қойып, пушечное мясо ретінде Украинаның әскеріне қарсы айдап салады. Олар өз әскерін сақтап қалу үшін біздің қазақ жастарымызды өлімге айдап апарады. Көресіздер, ертең мұндай сценарийдің болуы әбден мүмкін. Бізге әлеуметтік желідегі тәтті өтірікке алданбай, өз-өзімізді алдай бермей, той-тойлап жүрмей, Украина жеңіске жетеді деп қуана бермей, ең ауыр сценарийге дайындалу керек. Украинаның жеңіске жетпейтін ол енді 100% ол ақиқат. Ол ащы ақиқат. Мен өзім Украинаның жеңісін қалаймын, бірақ менің шындыққа көзім ашық. Мен өз-өзімді алдағым келмейді. Өзіме жалған үміт бергім келмейді. Және мұнда тағы да бір алаңдайтын нәрсе, ертең Құдай сақтасын, Ресей әскері біздің жерімізге басып кірсе, біздің жерімізді қорғайтын азаматтардың саны жеткіліксіз болады. Өйткені олардың біразы сол Курск облысында шейіт болады. Сөйтіп, Путин бір таспен екі құсты өлтіреді. Бір жағынан ол жерін қайтарып алады, екіншіден
ол біздің қазақтың жерін қорғайтын жастардың біразын сол жерде қырып салады. Сөйтіп оған Қазақстанды басып алу одан бетер оңай болады. Бізге осыны ойлау керек. Ең ауыр сценарийге қазірден бастап дайындалу керек. Ең бірінші бізге психологиялық тұрғыдан дайын болу керек. Екінші физикалық тұрғыдан қазірден бастап денемізді шынықтырып, азық-түліктерімізді дайындап қою керек. Ертең бізде Украинадағыдай жағдай болып жатса, соған дайын отыру керек.